көзінше салып, мына қақпанның жалпы несін таныстырып өтіп кетейін. Мынау жаңа несі, қандауызы, мынау табасы, мынау кейізі, мынау тегі, мынау серппесі. Қазір қалай құрылуында бәрінде көрсетем. Жаңағы ассалаумағалейкум, бұл қандауыз қақпан, жаңағы базардан алып келген қымыз темір қақпан, қақпанмен түлкі ұстайды ебін тапқан. Қарасам тұла бойыңда бір мін жоқ, айналдым анаңыздан сені тапқан деп өлең жолында қызық айтылады. Қызық айтылған себебі бұл қақпанды өлең қылып қосып тұрған себебі бұл қақпанның сондай сол кездегі бұл қақпанның дәрежесі, жаңа қадірі болған. Қазір бұл ұмытылып бара жатқан өнер, бұл да салт дәстүрге жатады. Жаңа бала мен қасқырдың айтысында да бар, қасқыр түсті қақпанға жортып келе жатқанда деген секілді өлең жолдарында бар. Бұл видеода қазір қалай құрылып, қалай жолдарымен түсетіні, қарақұйрықтың тырнауы, қасқырдың жортпасы, қоянның жымы, арқардың соқпағы, қасқырдың сипып жататын жерлеріне жаңа саруы дейді, қарақұйрықтың тырнауы дейді, бірге ұйығатын сай-саланың ішінде сондай жерлерге құрылады. Қазір видеода барлығын түсіп көрсететін боламын. Осылай тезекпен жауады. Мынау жапқан себебі мына адамның иісі қалмау үшін. Негізі түйенің тезегімен, жылқының тезегімен жапқан дұрыс. Қазір ол болмай тұр. Біз көрініс ретінде қойдықмен істеп жатырмын, жаңа көміп жатырмын. Тазаланады. Бетіне де бұдан кейін жердің астынан шыққан құмда мынаның үстіне себіледі, анық иісі кету үшін осылай келеді, осылай түсіп қалады.